Құрметті Нұра ауданының тұрғындары. Сіздердің назарларыңызға Нұра ауданы білім беру саласының ағымдағы 2025 жылғы даму қорытынды ақпаратын ұсынамыз. Білім беру саласының бюджеті 2025 жылы 7 миллиард 546 миллион 207 мың теңгені және республикалық бюджеттен 87 миллион 600 мың теңгені құрайды. Білім беру желісіне 36 ұйым кіреді, оның ішінде 4 бөбекжай балабақша, 29 жалпы білім беретін мектеп, 3 қосымша білім беру ұйымы. Ауданда сапалы мектепке дейінгі білім беру жүйесін қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Нұра ауданында 30 мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. 3 мемлекеттік бөбекжай, 1 жекеменшік бөбекжай және 26 мектеп жанындағы шағын орталық. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту көрсеткіші жыл сайын артып келеді. 2024 жылы 589 бала, 2025 жылы 898 бала. Бос орындар саны 240-тан 201-ге, кезекте тұрған балалар саны 95-тен 68-ге азайды. Қамту деңгейі 3 жас пен 6 жас 100%, 1 жас пен 6 жас 94,3%. 2025 жылдың сәуір айында Нұра кентінде 32 орындық балажан жекеменшік бөбекжайы ашылды. Сонымен қатар Нұра жалпы білім беретін мектебі және Жүсіпбек Аймауытов атындағы негізгі орта мектебі жанындағы шағын орталықтар толық күндік режимге ауыстырылып, Міржақып Дулатұлы және Абдулла Асылбеков атындағы жалпы білім беретін мектебінің жанынан 35 орындық қысқа мерзімді топтар ашылды. Нәтижесінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының қолжетімділігі артты, ата-аналар сұранысы толық қамтамасыз етілді. Облыстық оқу-әдістемелік орталығының әжемнің ертегісі, алғашқы ұстаз ата-ана, сиқырлы тақта жобалар іске асырылуда. 2025 жылы аудан базасында облыстық және аудандық деңгейде семинарлар өткізіліп 90-ға жоқ педагог қамтылды. Сонымен қатар 2025 жылы бал-бөбек бөбекжайын тәрбиеленушілер халықаралық жас ғарышкер және республикалық робот-маус 2025 робототехника чемпионаттарында бірінші орынға ие болды. Жалпы орта білім беру ұйымдарының желісі 29 мектеппен ұсынылған. Олардың барлығы күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер. Оның ішінде 20 орта мектеп, 6 негізгі мектеп және 3 бастауыш мектеп бар. Ауданда шағын жинақты мектептердің басым болуы ескере отырып 23 мектеп немесе 79,3% үшін оқу бағдарламаларын табысты меңгеру мақсатында бүгінде 25 магниттік мектептер біріктіріліп, 4 ресурстық орталық жұмыс істейді. 2024-2025 оқу жылының қорытындысы бойынша Нұра ауданының білім беру саласында бірқатар маңызды нәтижелерге қол жеткізілді. Білім сапасы 2024-2025 оқу жылында 59% құрады. ОБТ нәтижелері бойынша сапалық өсім байқалды. 2025 жылы алтын белгі иегерлерінің саны 2-ден 7 түлекке артты. 2024 жылы 165 оқушының 121-і жоғарғы оқу орнына түсіп, оның 73-і грант иегері болса, 2025 жылы 150 оқушының 102-сі жоғарғы оқу орнына түсіп, 58-і мемлекеттік грант иегері атанды. ОБТ бойынша ең жоғарғы балл 116-дан 129-ға өсіп, орташа көрсеткіш 64%-дан 69%-ға жетті. Оқушы саны азайғанмен білім сапасы 5%-ға артты. Олимпиадалық жетістіктер бойынша 2024 жыл облыстық деңгейде 25 оқушы жүлдегер болса, 2025 жыл 30 оқушы жүлдегер атанды. Республикалық деңгейде жүлдегерлер саны 2-ден 3-ке өсті. Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясы ауыл мектептер арасында облыста 3-ші орын алып, 20 миллион теңгеге IT кабинеттермен қамтамасыз етілді. Республикалық және облыстық деңгейде робот, маус, зерде, алтын түлек, мың бала, 25 ғасыр көшбасшысы сияқты байқауларда оқушылар мен педагогтар жүлделі орындарға ие болды. Педагогтар арасында үздік педагог және облыстық шығармашылық байқауда жүлделі нәтижелер бар. 2024-2025 оқу жылында облыстық ұлттық мектеп лигасының 19 іс-шарасына 233 оқушы қатысып, 14-і жүлделі орынға ие болды. Жалпы командалық есепте Нұра ауданы 2-ші орынды жеңіп алды. Сондай-ақ 2025 жылдың 27-29 қазанында Қарағанды қаласында өткен 1-ші облыстық жазғы спартакиадада Нұра ауданының 7-9 сынып оқушылары жалпы есепте 3-ші орынға ие болды. Алғашқы рет Күләйім Бегалин атындағы математикалық сауаттылық бойынша аудандық квиз өткізілді. Мамандықтар жылы аясында жастар форумы және аудандық Пушкин оқуларын ұйымдастырылды. Қорытындылай келе, аудан бойынша білім сапасын арттыру, олимпиадалық қозғалысты дамыту және грант иегерлерінің үлесін көбейту бағытындағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады. Ауданда 5 мектеп жанындағы интернат жұмыс істейді, онда 83 оқушы тәрбиеленуде. 26 мектепте ыстық тамақ, 3 мектепте буфеттік тамақтану ұйымдастырылған. Тегін ыстық тамақпен 1 мен 4 сыныпта 1420 оқушы
5 пен 11 сыныптарда 188 оқушы қамтылды. 2025 жылы жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры есебінен 398 балаға мектеп киімі мен кеңсе тауарлары алынды. Мектепке жол акциясы аясында 490 оқушыға 7.600.000 теңгеге көлемінде әлеуметтік қолдау көрсетілді. Балалардың жазғы демалыспен қамтылуын ұйымдастыруға 2025 жылы жергілікті бюджеттен 18 миллион теңге бөлінді. Мектеп жанындағы лагерлерде бірінші және екінші маусымда 448 бала демалып, ал 31 лагерь алаңында 1200 бала сауықтырумен қамтылды. Сонымен қатар қала сыртындағы және республикалық лагерлерде балалардың демалысы ұйымдастырылды. Атап айтқанда Алматы қаласындағы Тауленд, Бақсы, Балдәурен орталықтарында және жаздық жолдама 25 жобасы аясында барлығы 278 бала жазғы демалыспен қамтылды. Балаларды қосымша біліммен қамту 91% немесе 3209 баланы құрайды. Ауданда 3 қосымша білім беру ұйымы жұмыс істейді. Оның ішінде 2 мемлекеттік білім беру ұйымы қамтылуы 667 астам баланы құрайды. 235-тен астам мектеп үйірмелері мен секцияларында қызығушылықтары мен бейімділіктеріне қарай 2600-ден астам бала айналысады. Ауданда инклюзивті білім беру дамыту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда инклюзивті тәжірибе 15 жалпы білім беретін мектепте іске асырылуда. Онда ерекше білім беру қажеттіліктері бар 68 оқушы білім алуда. Ауданда Алтынсарин, Жұмабаев және Асыбаев атындағы мектептер базасында 3 инклюзиялық қолдау кабинеті жұмыс істейді. 2025 жылдың жазында Алтынсарин атындағы мектеп базасында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған жазғы лагерь ұйымдастырылды. Нұра ауданының жалпы білім беретін мектептерінде 731 педагог жұмыс істейді. Оның ішінде 609 педагог жоғары білімді, 122 педагог орта арнаулы білімді, 15 педагог магистр академиялық дәрежесіне ие. 2025 жылы Нұра ауданында білім беру саласын дамыту, материалдық техникалық базаны нығайту және білім беру ұйымдарында қауіпсіз әрі қолайлы орта қалыптастыру бағытында жүйелі жұмыстар атқарылды. Аудан орталығындағы 3 мектепте заманауи отан мектеп аппараттық бағдарламалық кешендері орнатылып, бұл мақсатта 17.500.000 теңге бағытталды. Аталған кешендер оқу процесін цифрландыруға, басқару тиімділігін арттыруға және білім сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Білім беру ұйымдарының цифра құрылымын жақсарту аясында 8 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, оған 183.900.000 теңге бөлінді. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты назарда болды. Мектептерде күзет қызметін ұйымдастыру, дабыл түймелерін орнату және бейнебақылау жүйелерін жаңарту бойынша жұмыстар жүргізіліп, бұл бағытқа 53.500.000 теңге қаражат жұмсалды. Әлеуметтік қолдау шаралары аясында аз қамтылған отбасылардан шыққан аса мұқтаж 75 балаға балалардың жазғы сауықтыру лагерлеріне жолдама сатып алынып, оған 7.600.000 теңге бөлінді. Сонымен қатар оқушыларды тасымалдау қызметтеріне 23.300.000 теңге бағытталды. Білім сапасын арттыру мақсатында 5 пәндік кабинет жабдықталып, бұл мақсатта 58.900.000 теңге бөлінді. Сонымен қатар мектептерде 22 интерактивті панель, 30 заманауи компьютерлік техника мен 50 орг техника сатылып алынып, оқу үдерісінің цифрлық мүмкіндіктері кеңейтілді. Мектептерді жаңғырту бағдарламасы аясында оқу кабинеттері мен кітапханаларға арналған жиһаздар, ал толық күнге ауыстырылған Изенді және Құланөтпес ауылдарындағы 2 шағын орталық қажетті жиһаз бен ойыншықтар сатып алынды. Бұл шаралар мектепке дейінгі тәрбиемен қамту арттыруға ықпал етеді. Инклюзивті білім беру дамыту бағытында 7 мектепке ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін бейімдеу құралдары алынып, қолжетімді орта қалыптастырылды. 2025 желтоқсанда интернет желісіне қолжетімділігі бар мектептердің үлесі 100%. Жалпы атқарылған жұмыстар білім беру ұйымдарының материалдық техникалық базасын едәуір жақсартып, оқушылар мен педагогтер үшін қауіпсіз, қолайлы және заманауи оқу ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бөлінген қаражат мақсатты әрі тиімді игеріліп, ауданның білім беру саласын дамытуға нақты үлес